Құрбан айт ізгілік пен қайырымдылықтың мерекесі. Қасиетті күндері құрбандыққа мал шалынып, ізгі амалдар жасаудың сауабы мол. Шиелі ауданының тұрғындары исі мұсылманның қадір тұтар айтулы мерекесін айрықша атап өтті. Жастарды имандылыққа шақырар шаралар ұйымдастырылып, ұлттық ойындар ұлықталды. Айт күндері ортақ ғибадат құрбандыққа мал шалу. Бұл айтулы мерекенің ең маңызды амалы. Өйткені құрбандыққа мал шалу арқылы адамның ішкі ниеті, шын пейілі, дінге бекемдігі, басқаларға жанашырлығы таразыға түседі. Сондай-ақ пенденің пендешілігі мен мәрттігі, сараңдығы мен жомарттығы да сыналады дейді ауданның бас имамы. Шиелі аудандық әкімдігі мен және Шиелі аудандық орталық мешітінің бірлесе отырып, осы құрбан айт мерекесін жоғары деңгейде атап өтуді жоспарладық. Өйткені бұл күні мереке барлық бала қуану керек. Яғни бұл күні қуанбаған бала қалмасын деген ниет өзімізде жоспар болды. Сол ниетпен осындай іс-шараларды ұйымдастырып жатырмыз. Осы іс-шараға атсалысқан мына батуттың егелері, тағы да көп кәсіпкерлерге алғысымыз шексіз. Бұл күні мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы киіз үй тіктік. Сол киіз үйде мүмкіндігі шектеулі балалар арнайы тамақтанып, сол жерде отыратын болады. Ата-бабаларымыз құрбан айт кезінде жетім жесірді жебеу, мұқтажға қол ұшын беру сияқты ізгі дәстүрлеріміз арқылы өзгеге өнеге болатын ізгі әрекеттерді насихаттап отырған. Осындай асыл үрдістер ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Құрбан шалу кісіні шүкіршілік пен тәубаға, аманатқа, адалдық пен сертке, беріктікке шақырады. Құрбан сөзі жақындау, тығыз байланыста болу деген мағынаны білдіреді. Әрбір адам өзінің жомарттылығымен, жанашырлығымен көмекке мұқтаж адамдарға қамқорлық көрсету арқылы Алланың алдында шексіз сауаптарға қол жеткізе алады. Шиеліліктер құрбан айт мерекесінде ізгілікті шараларға жіті мән беріп келеді. Биылда жылдағы үрдістен жаңылмай, аудан орталығында бас қосты. Ерекше балаларға арнайы дастархан жайылды. Қазан палау таратылды. Бірнеше қоғамдық көлік тегін қызмет көрсетті. Игі шараны ұйымдастыруға мешіт жамағатымен бірге ауданның белсенді жастары ерекше атсалысты. Сондай-ақ мереке қарсаңында Шеген Қодаманов ауылдық амбулаториясына демеушілердің көмегімен су жаңа жедел жәрдем көлігі табыс етілді. Дәрігерлі Шеген Қодаман емханасы 2017 жыл салынған. Жаңа ғимаратқа кіргенбіз. Жедел жәрдем машинасы бізде ескі жағдайда болғасын. Осындай жаңа көлікті қажет еттік. Мыңда бір рахмет. Шеген Қодаман елді мекенінде 3141 халық бар, 2 участок аймақ бар. Сол 2 аймақта енді шақырылған науқастарға баруға, қажеттілігімен жаратуға берілген нәрсе. Спорттың 5 түрінен 100-ге жуық қатысушының басын қосқан жарыстың жүлдесі де қомақты. Ұлттық ойындарды дәріптеуді мақсат еткен сайыста әсіресе кіртасын көтеру мен қазақша күрестен бәсекеге тартысты болды. Осылайша қасиетті құрбан айт күні жиналған жұрт бір-бірін құттықтап шынайы ықыластарын білдірді. Дәулет Сағит, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.